факультетінің 1-ші курс студенттері. Мамандығымыз орыс тілі және әдебиет мұғалімі. Фи 19 егер 1 тобынан Абу Насыр әл-Фараби челленджді бастаймыз. Мен Төлеметова Ирода. Шығыстан ғұлама ойшылы Абу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде отырар аталатын Арыс өзенінің сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге келген. Қазіргі оңтүстік Қазақстанның Отырар қаласының маңайындағы орта ғасырлық қала. Туған жері қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба Фараб деп атап кеткен. Осыдан барып Абу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан деп аталған. Әл-Фараби атамыз білімге деген құштарлығының арқасында әлем бойынша Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған болатын. Жасөспірім кезінде Аристотель, Платон шығармалар мен теорияларын оқығанды жақсы көрді. Көбінесе Самарқандта, Ташкентте және Бұхарада өмір сүрді. Біртіндеп Әл-Фарабидің білім деңгейі энциклопедияға айналды. Ол логика мен жаратылыстану, медицина мен жер тілдерін оқып, музыканы жақсы көрді. Ғалым Бағдат қаласына жалғыз барған. Бұл қала сол кездері мәдениет, ғылым және өнердің орталығы болды. Адамдардың өмір сүру деңгейі мен әлеуметтік құрылымы жоғары болатын. Абу Насыр әл-Фараби жас кезінен білімге құштар болып өскен. Бастапқы білімін Фараб және Бұқара қалаларында алып, өз білімін жетілдіру үшін Бағдат қаласына аттанады. Парсы және грек тілдерін меңгеріп, сол тілдерде ғылыми трактаттар оқиды. Өзінің білімге деген құштарлығының арқасында білім көзі болып есептелетін Халеб, Рей, Шаш, Самарқан, Мерв сияқты қалаларда әрдайым білім алып, өз білімін жетілдіріп жүретін болған. Әл-Фараби білімін негізінен Бағдатта толықтырады. Логиканы Әбу Бишр Матта ибн Юнустан, ал грамматиканы Әбу Бәкір ибн Ас-Сираждан үйренеді. Юхан ибн Хайланнан тәуіптік өнер бойынша дәріс алады. Ибн Халикан Әл-Фарабиді Бағдатқа келгенде көп тіл білгенімен араб тілін сонда жетілдіргенін айтады. Әл-Фараби араб, түрік, парсы, грек тілдерін жақсы меңгерген және де осы тілдерге өзінің көптеп үлесін қосқан. Филология, поэтика, каллиграфия және де риторикада жаңа еңбектер мен өлеңдер бар. Математика және астрономияны да өте терең білген. Біз Фи 19-2R1 студенттері ары қарай челленджімізді Фи 19-2R2 тобына жалғастыруын сұраймыз.